Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілінен 110-шы сабақты өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға подписаться етуді ұмытпаңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтары да шығып отыратын болады. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бірінші бізде 30-шы жаттығу өлеңнің ұйқасын тауып жаз дейді. Яғни сылдыр таудан жатыр мөлдір. Ал жанында бізде құлап, қағып, ағып, бұлақ деген сөздер, яғни тірек сөздер берілген. Сол сөздерді мына өлеңге ұйқастырып жазуымыз керек екен бізде. 777 жұмбақ кітабынан дейді. Яғни балалар, бұл былай болады екен. Сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір бұлақ. Осылай балалар, дәптерімізге жазып аламыз. Келесі бізде 31-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Балықшының ұлымын. Сескенбеймін дауылдан, селк етпейтін таудаймын. Ақ теңізде айдыннан, ақ сазандар аулаймын. Батыр екен өзі деп, үлкендер де мақтайды. Жетілетін кезі деп, талабымды жақтайды. Ел сенімін ақтайтын балалардың бірімін. Мәңгі тыным таппайтын балықшының ұлымын. Базарбай Исабаев. Енді балалар, бізге астында тапсырмалар берілген. Сол тапсырмаларын орындайық. Бірінші өлең қай жақтан айтылып тұр дейді. Өлең неліктен балықшының ұлымын деп аталып тұр. Балықшының ұлына сұрақтар дайында дейді. Одан кейін, яғни балалар, теңіз айдынына шыққанда қорқыныш сезімі болды ма? Бұл бізде бірінші сұрақ. Одан кейін ары қарай тағы да 2 сұрақ жалғастырып жазуымыз керекпіз. Одан кейін мәтіндегі мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле, олардың мағынасын сөздіктен біліп ал дейді. Бірінші, яғни бізде өлең қай жақтан айтылып тұр дейді. Бұл жерде балалар, өлең бірінші жақтан айтылып тұр, яғни мен балықшының ұлымын деп тұр. Келесі, өлең неліктен балықшының ұлымын деп аталып тұр дейді. Себебі балалар, өлеңді балық аулайтын адамның ұлы айтып тұр екен, яғни балықшының ұлы айтып тұр екен. Келесі, балықшының ұлына сұрақтар дайында дейді. Яғни біріншісі бізде теңіз айдынына шыққанда қорқыныш сезімі болды ма, дайын сұрақ берілген. Екінші, ең бірінші аулаған балығың қандай болды дейді. Үшінші, балық аулаумен айналысу үшін қандай қасиеттер керек? Келесі, мәтіндегі мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле, олардың мағынасын сөздіктен біліп ал дейді. Яғни балалар, бұл жерде сескенбеймін деген мағынасы түсініксіз сөз бар екен. Ол бізде жасқанбаймын, қаймықпаймын, қорықпаймын дегенді білдіреді екен балалар. Келесі бізде 32-ші жаттығу өлеңнің тыныс белгілерін қойып жаз дейді. Су табиғат байлығы, өзен көлге барғайсың. Кеме кірет, әр күні суға түсіп тұрғайсың. Ермек өте тілеулы. Сан есімнің астын сыз дейді. Бірінші балалар, осы өлеңнің тыныс белгілерін қойып жазуымыз керекпіз. Яғни балалар, су сызықша, табиғат байлығы, үтір. Өзен көлге барғайсың, нүкте. Кемі екі рет, әр күні, үтір. Суға түсіп тұрғайсың, нүкте болады екен. Енді бұл жерде балалар, сан есім екі сөзі, екі сөзінің астын осылай бір сызықпен сызып қоямыз балалар. Келесі 33-ші жаттығу ребустарды шешуіндегі сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра дейді. Яғни балалар, мына жерде бізде ребус берілген, сол ребусты шешуіміз керекпіз. Одан кейін ребустардың шешуіндегі сөздер сан есім екенін дәлелде дейді. Дәлелдеу үлгісі. Бұл сан есім, өйткені заттың санын білдіреді, және де қандай сұраққа жауап беретін жазсақ болады, балалар? Бірінші бізге балалар ребусты шешуіміз керекпіз. Бұл жердегі ребустың жауабы балалар 50 және 6 деген сөздер шығады екен, яғни 50 және 6 деген сан есімдер шығады екен. Енді осы екі сөзді қолдана отырып, біз сөйлем құрауымыз керекпіз. Бірінші мысалға, дүкенге 50 дана ертегі кітап әкелінді. Екінші, мен ағашта өсіп тұрған 6 алма көрдім. Келесі бізде балалар жаңағы 56 деген сан есімдердің сан есім екенін дәлелдеу керек екенбіз. 56 ол бізде сан есім, өйткені заттың санын білдіреді және қанша деген сұраққа жауап беріп тұр екен балалар, Келесі бізде 34-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Дәмі де жоқ, түсі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді сипатта, сен бұл сөзбен қандай жұмбақ құрастырар едің дейді.
Енді балалар, бірінші осы жұмбақты дәптерімізге жазып алайық, осылайынан. Бұл жұмбақтың жауабы бізде, балалар, ауа екен, осылай жауабын жазып қоямыз. Енді жұмбақтың шешуіндегі сөзді сипатта дейді. Яғни ауа сөзін сипаттап жазуымыз керек біз. Ауа бізде түссіз, дәмсіз және керекті екен, сен бұл сөзбен қандай жұмбақ құрастырар едің дейді. Мысалға, балалар, көзге ілінбейді, жұтсаң білінбейді деген ауа туралы жұмбақ құрастырсақ болады екен, балалар. Осымен, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде біздің арнамызға подписаться етуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңдар, балалар.